Құрметті достар, бұл жасұлансыздық және менің арнама қош келдіңіздер. Бұл арнада сіздер менің өмірімдегі 4 түрлі маңызды бағытты тамашалайтын боласыздар. Және оның бәрі лайфстайл видеолармен түсірілетін болады. Атап айтатын болсақ, ол бірінші отбасы және саяхат, спорт, бизнес және инвестиция немесе трейдинг. Өздеріңіз байқағандай, бұл контент инвестиция және трейдинг саласында драгметалл, яғни серебро, күміс пен алтынға шаққандағы бағам. Соны кішкене анализ жасап өтейін. Негізі күміс әлем бойынша өзінің орнын таппаған, өзінің нағыз бағасын әлі алмаған металл. Назар аударсаңыздар, мына суреттегідей восходящий трендтің суретін салып тұр. Қазіргі бағамы 10 қыркүйек бүгін 2025 жыл 41-де 22-ні құрап тұр. Мына жапондық шырақтардың жүрісі воронканың түбіне жетіп қалған, яғни жақын күннің ішінде өзінің бір деңгейін көрсетеді деген ойдамын. 14 жылда бірінші рет өзінің максимумына жетуге аз қалды. Төменгі бірінші қолдау деңгейі ол 40-62, ал одан төмен түсетін болса 40-10 немесе 39-50. Геополитика және макроэкономика бағалы металдарға қатты әсер етеді және жақсы жағынан әсер етеді. Себебі алтын, күміс активтерді сақтап қалудың бірден бір құралы. Мысалы, алысқа кетпей қояйық. 2025-тің екінші кварталында таяу шығыстағы қақтығыстар, Ресей мен Украина арасындағы қақтығыстар алтын күміске кәдімгідей тенденция берді, яғни жақсы өсті. Ал енді жеке өзімнің пікірім. Өсім тоқтамау керек. Себебі бірінші ол геополитикалық және макроэкономикалық қозғалыстар. Ешқашанда бәсеңдеген емес, әрқашанда бірдеңке шығып тұрады. Бір жақта бітіп жатса, бір жақта басталып жатады. Сондықтан да бұл бірден бір себеп. ФРС пайыздық мөлшерлеменің төмендеуі және доллардың әлсіреуі алтын, күмістің өсуіне алып келеді. Бұл тағы да екінші себеп. Инвестициялық ағым бұл үшінші себеп. Әлемдік инвесторлар бағалы металдарға және оның ETF-теріне қатты көңіл бөлуде және сол жаққа ақшаның ағымын күшейтуде. Ал ең басты себептердің бірі ол дефицит. Соңғы 7 жыл бойы өндіріс сұранысты қанағаттандыра алмай жатыр. Нәтижесінде күміс қорлары азаюда. Мұның бәрі өнеркәсіптік сұраныстың өсуіне байланысты. Әсіресе күннен қуат алатын панельдер, электромобильдер, басқа да неше түрлі электроникалардың құрамында күмістің және алтынның құрамы бар. Сондықтан да менің ойымша жарты жыл, бір жылдың көлемінде 60-70% тағы да өсім беруі мүмкін. Қазіргі тұрған суреттегі көрініспен трейдингті жасасақ болады, себебі 44-те 157-ге дейін осы жақын күннің ішінде жетуі әбден мүмкін. Өсімі де қарқынды, себебі трендтің көрінісі мынау тұрған көк сызықша 50-45 градустың арасында. Осы жылдың соңына дейін 45-46-ға дейін өсуі мүмкін деген ойдамын, егер мынау тұрған көк сызық трендтен айнып кетпесе. Ал енді процентпен санап көрейік, жылдың басынан бастап қанша пайызға өскен екен. 9 айда 44%-ға өсіпті. Бұл дегеніміз өткен жылмен салыстырғанда 20%-ға жоғары өсім берген. Сұраныс 20%-ға артты деген сөз. Сонау 2011 жылғы өзінің максимумына аз қалды. Ал енді 2024-тің январь айынан басталатын өсімді көретін болсақ, 2024-тің қаңтар айынан бастап 88% өсіпті. Ал енді достар, пікір қалдырып жаза кетіңіздер. Менің күміске деген идеям, анализім дұрыс па, бұрыс па? Егер сіз трейдер болсаңыз, инвестор болсаңыз, қалай ойлайсыз? Себебі бір бас жақсы, екі бас одан да жақсы демейме, атамыз қазақ. Бұл жерде мамандардың пікірлері ауадай қажет. Жаза кетіңіздер. Бұл жасалған анализ, идея тек қана менің ғана пікірім, менің ғана ойым. Сондықтан да бұны идея ретінде қарастырсаңыз, ол өзіңіздің шешіміңіз, өзіңіздің тәуекелге баруыңыз. Мен ешкімді де бұл видео арқылы мәжбүрлеп тұрған жоқпын. Өз шешімдеріңізді өздеріңіз қабылдаңыздар. Әсіресе кредиттеріңіз болса, қарыздарыңыз болса, міндетті түрде бірінші соларды жауып алыңыздар. Себебі қарызбен, кредитпен ешқашан инвестиция, трейдинг жасамаймыз.
ол деген үлкен тәуекел, үлкен қате. Инвестиция және трейдингқа тек қана артық ақшаны ғана саламыз. Бұл қаржылық сауаттылықтың ең басты қағидаларының бірі. Егер анализ ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліңіздер. Алда әлі талай жақсы керемет идеяларды беретін боламын. Арнамызда келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.